Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Исабек. Бүгін біз Шелли мен Солықшыда ойнайтын боламыз. Енді қазіргі таңда менде 1307 кубок. Бірақ рекорд сезоны 1444 болған. Алдыңғы сезонда негізі мен титул апыт еткен болатым. Никогда объяснять дейтін бе, соны сол үшін 1444 кубокты солай жинаған болатым. Ондай тырысып ойнаған да жоқпын. Бірақ енді соның нәтижесінде 1444 кубок апыт еткен болатын. Бұл да нормальный кубок деп ойлаймын. Енді Қазақстан бойынша 19-ші орында тұрмын. Енді маған жайлап друзья лақтырсаңыздар болады. Жайлап қабылдай бастаймын. Комментке өздерінің ниектеріңізді жазып жіберіңіздер. Содан кейін солай қарап қабылдайтын боламыз. Ендеше біз жайлап каткамызды бастайық. Ал енді достар, біз каткамызды бастайық. Қазіргі таңда все или ничего дейтін карта. Енді мына картада ближниктерді өте көп алады. Мысалы мына картада көбінесе Шелли, Баз, сосын тағы не бар, Бо. Енді Боны көп ала бермейді енді, бірақ Бо дейтін жақсы ол пассивкісімен. Сосын мына картада Джеки алады. Сосын бір проблема бар ғой, хот-дог. Қолына хот-дог тамақ істеп алатын атын қалып тұр, мені соны алатын болады. Өйткені ол слишком имба, тоже Джеки сияқты. Сосын гаджеті бар. Бір атқанда, бір соққанда әйтеуір несі, ураны көп алатын болады. Сосын ультасы өте мықты. Өйткені өлейін деп отырғанда басып қалады ультасын, сосын қайтып тірілемі, сондай бірдемесі бар екен. Сол браулер негізі жақсы. Сосын көбінесе Базды алатын болады. Өйткені Базының бір гаджеті бар, көзді қарап отыратын бір дөңгелегі бар. Соның ішінде, в общем, сол аймақты қарап отыратын енді. Сосын ультасы бар енді. Ультасымен қатырып жетені любой ойын. Солай толтырып топтасып алады. Осы все ничего да топтасып, сосын кейін бәрін ультават етіп өлтіретін болады. Енді көбінесе енді білмеймін. Мына картада мен Шелли аламын енді, өйткені Шелли мен любимый боецтарымның бірі. Солай, в общем. Енді Баздарда енді контритеді да енді. Бірақ енді талпа Баз болса енді ешқашан контрит қалмайды енді, өйткені нормально атаковать етсе енді өлтіруге болады енді ойланып. Мысалы Базды Шеллиге ультават еткенде Баз гаджеттің жоқ, қалай Баз бар ғой, в общем Шеллиге ультават еткенде қатырып тастайды ғой енді. Ал сол кезде Шелли енді ультаны басып или гаджетін басып үлгерсе ультаны тоқтатып тастауға болады енді Базын. Енді солай ойнауға болады енді. Енді олай ойнау қиын енді, профессионал болу керек енді. Бірақ оның өзінде де мен анда-санда қиындау істеймін енді. Бірақ қиындау істейін дегенде қайтсам бат, әрең дегенде істейін дегенім ғой енді. Ал енді достар, мына жерде бізде 6 банк енді. Мына жерде Базлайтер ультават етті. Мына қасында Шелли жақсы екен, негізі крисават етпейді енді. Нормально тимейді ба сонда енді. Осындай Шеллилер жақсы енді. Міне даже маған бірінші орынды беріп отыр енді. Мына Шеллиге үлкен рахмет енді, кім болса да. Ал біз енді жайлап екінші каткамызды бастайық. Енді достар, біз екінші каткамызды бастайық. Енді бізде нормальный жерге туылдық деген ойдамын, өйткені картаның асты ату өте ыңғайлы. Енді картаның үстіне шықсаңыз, картаның астына қарай қашып кеткендерің жақсы негізден. Енді апыт етсеңіздер, сөйткен жақсы енді бәріңізге. Енді біз дейтін айтпақшы достар, кейбірлері біледі, кейбірлері білмейді. Бұрын мен YouTube каналы болатын, TikTok каналым болатын. Бұрындары TikTok каналымда 24 ба подписчик болды бұрындары. Ал YouTube каналымда 2,5 ба сондай подписчик болды енді. Енді ойынға қызығушылығым кетіп қалғасын, 2 аккаунтта да сатып жүрген болатынмын. Енді ойынға қайтып оралған жөнім бар. Енді бұрындары мен енді Солықшыда апыт ететін болғанмын енді, үлкен кубоктарда. Мысалы енді 30-ші ранг енді бұрындары апыт ету қиын болған. Себебі қайтсам қазір енді 9 плюсте уже плюс 10 бере берді да, бірінші орынға уже бұрындары плюс 8 берген. Енді оның өзі де қиын болды, минусқа тоже минус көп кететін болған. Бұрындары биби 30-ші ранг апыт еткенде Солықшыда да апыт еттім енді. Мен триода өте нашармын десем де болады. Солықшыда да апыт етем мен. Енді аз кубоктерді трио ойнаймын ғой енді, бірақ үлкен кубоктарда вообще мен ойнай алмаймын. Ойын барысында түсінбеймін, Солықшыда да түсінуім жақсы енді. Өзің жауап бересің енді, солай ғой енді. Триода енді қасында тимейді болу керек, сондай бір нәрсесі бар. Ал енді біз
сол айта кетерім, бұрындары енді 1200 плюсте 35 жырақ апат еткенде бірінші орынға +5, екінші орынға +3, үшінші орынға уже 0 кубок берді. Енді сондай бұрындары қиын апат ету өте қиын бар. Любойның қолынан келе бермейді. 30 рангтың өзінде кейбіреулер апат ете алмаған. Енді солай қазір енді винстрик бар ғой, винстрикте мысалы 6 ойын подряд тұрсаңыз +5 кубок берді. Оның өзі өте қазір оңай көтеру. Ал енді достар, біз бірінші орын алдық. Енді в общем солай. Катка енді қазір білмеймін, қызықсыз ба, білмеймін, сіздерге қалай екенін білмеймін, бірақ маған қызықсыз ба сондай бірдеме. Өйткені бұрындары енді бір проблер бәрі топырлап алып болатын болатын. Мысалы пемді мета болса бәрі пеммен жүреді, турелін қояды, қызықтау болатын. Енді қазір білмеймін енді. Енді нормально, бірақ бұл да жақсы шығар, өткенде бір-бірімен көп темек етпейді. Енді қазір де бар, енді кейбіреулер бір-бірімен айналып отырады, анау-мынау, бірақ бұрынғыдай емес. Бұрын өте андай, мысалы 8 пем алып алады, екі браулер бөлек болса, мысалы Эль Примо алып қалса болды ғой. Ана Эль Примоға қасқа, ана Эль Примоды 8 жақтан атып өлтіріп тастайды. Енді бұрындар енді олттар біледі енді. Ал енді достар, біз видеомызды аяқтаймыз. Видеоға лайк басыңыздар, коммент қалдырыңыздар, каналға тіркеліңіздер. Ал бәріңізге сау болыңыздар деймін.